Достар, бүгін біз 676 есепті шығаратын боламыз. Бұл жерде бөлшектердің бөлігін табыңдар деп тұр. Бірінші 3-тен 2 көбейтілген 10-нан 9. Бұл жерде қысқартатын сандарды қысқартамыз. 9-ды 3-ке қысқартсақ 3, 3-ті 3-ке қысқартсақ 1. 10-ды 2-ке қысқартсақ 5, 2-ні 2-ке қысқартсақ 1. Сонда 5-тен 3 шығады. Енді екіншісін шығарамыз. 9-дан 4-ті көбейтеміз 16-дан 3-ке. 3-ті 3-ке бөлсек 1, 9-ды 3-ке бөлсек 3. 16-ны 4-ке бөлсек 4, 4-ті 4-ке бөлсек 1 шығады. Сонда 12-ден 1 шығады. Енді үшіншісінде 12-ден 5-ті көбейтеміз 5-тен 3-ке. 5-ті 5-ке қысқартамыз 1, 5-ті 5-ке қысқартамыз 1. 3-ті 3-ке қысқартсақ 1, 12-ні 3-ке қысқартсақ 4. 4-тен 1 шығады. Енді төртіншісін шығарамыз. Төртіншісінде 15-тен 8-ті көбейтеміз 4-тен 3-ке. Енді 3-ті 3-ке қысқартсақ 1, 15-ті 3-ке қысқартсақ 5. 4-ті 4-ке қысқартсақ 1, 8-ті 4-ке қысқартсақ 2. Сонда 5-тен 2 шығады. Енді 5-шісін шығарамыз. Бізде 5-шісінде 8-ден 3-ті көбейтеміз 5-тен 4-ке. 4-ті 4-ке қысқартсақ 1, 8-ді 4-ке қысқартсақ 2 шығады. Енді сонда 10-нан 3 шығады. Енді 6-шысын шығарамыз. 25-тен 14-ті көбейтеміз 7-ден 5-ті. Сонда 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 25-ті 5-ке қысқартсақ 5, 7-ні 7-ке қысқартсақ 1, 14-ті 7-ке қысқартсақ 2 шығады. Сонда 5-тен 2.